Сәуле Қайсабекқызы 1953 жылдың 17 қыркүйегінде Жарма ауданының Бөке кенішінде дүниеге келген. 1970 жылы мектепті бітіріп, Семей педагогикалық институтына түсіп, 1977 жылы өзінің туған өңірі Үшбүйік ауылына келіп, өзінің еңбек жолын бастады. 42 жыл аянбай еңбек етті. Осы кезеңдерде ол кісі орыс тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс бере жүріп, мектептің бастауыш комсомол ұйымының хатшысы, оқу тәрбие жұмысының меңгерушісі, орыс тілі бірлестігінің жетекшісі қызметтерін атқарды. 2000 жылдардан бастап мектепте өлкетану үйірмесін жүргізіп, ауыл тарихының жәдігерлерін әріптестерімен, шәкірттерімен бірлесіп жинақтап, мектеп мұражайын ашуға, оның жұмысын қалыптастыруға өз үлесін қосты. Алдына келген жүздеген оқушыларды білім нәрімен сусындатып, бүгінгі таңда республикамыздың түкпір-түкпірінде шәкірттері қызмет етуде. Осы күнге дейінгі саналы ғұмырының көп уақытын жас ұрпақты тәрбиелеп, білім нәрімен сусындата білген Сәуле Қайсабекқызын бүгінгі төл мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, мына өлең жолдарын арнаймыз. Бала десе бауыр еті елжіреп, бар уақытын шәкірттерге арнаған, өмірдегі ең керемет мамандық. Барлық адам сол ұстаздан нәр алған. Сәуле апай өз ісінің шебері, таусылмайды ұрпағына берері. Бойы тұнған өнер менен өнеге, жас ұрпаққа берген тәлім тәрбие. Мерекеңіз бүгінгі құтты болсын, әр күніңіз қуанышпен нұрға толсын. Көп жылдар қалмай еткен еңбегіңіз біздер үшін өнеге үлгі болсын.